Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте әдемі және дәмді блинчиктер дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер салып, қанты ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. 300 мг жылы сүтімізді құямыз. Шамалы тұз саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп, ұнды шетінен қосып отырамыз. Ұнды бірден салмай, шетінен салып араластырып отырған жақсы. Сонда массасы біркелкі болып шығады. Сосын 2 ас қасық сұйық май қосып жақсылап араластырып аламыз. Табақ қысқаннан кейін орташа отта қимақтарымызды жасаймыз. Қимақтарымыз 2-3 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Біздің қимақтарымыз дайын. Ас болсын, сіздер де осы менің рецептіммен жасап көріңіздер.